Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құрамы өте қарапайым, дәмі де ерекше, жылдам дайын болатын печеньенің рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысқа 2 жұмыртқаны жарамыз. Қант қосамыз. Ерітілген сары май қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Және де біраз мөлшерде, яғни шым-шым тұз қосамыз. Содан барлығын араластырамыз. Кейін ұнға какао және қопсытқышты қосып, жақсылап араластырып алып, осы массаны 2 бөлікке бөліп қосып қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабысқақ болады. Төменде описанияда көрсетілген мөлшерден артық ұн қосудың қажеті жоқ. Қолға жабысқақ қамыр шығады. Осылай венчикпен араластырып, енді қалған бөлігін қосып, қолымызбен қамырды илейміз. Осындай қолымызға жабысқа қамыр дайын болды. Бетін пищевой пленкамен жауып, жарты сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Жарты сағаттан соң печеньеларымызды дайындаймыз. Осылай қолымызбен домалақтап алып, осылай бетіне, яғни сахарный пудрамен 2 жағын аунатамыз. Кейін барлығын осылай жасап алып, қызып тұрған 180 градус пеште 15 минут пісіреміз. Көріп тұрғандарыңыздай өте жылдам дайын болады. Дәмі де ерекше. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған салтанат. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.